армысыздар, өміртен арнасының құрметті тыңдармандары. Өтірік пен қасірет. Авторы Есенқұлова Алима. Балалар үйінде тәрбиеленген Азима өмірдің соққысын көп көрді. Көкек анасы шыр етіп дүниеге келген қызын оп-оңай тастап кете берген. Ана мейірімін сезбеген қыз махаббат пен жылылықты білмеді. Кішкентай қыз ылғи балалар үйінде анасы келіп қалардай оны көп күтті. Әр салған суреттері бала қиялындағы өзі көрмеген анасы еді. Түсінде көретіні бұлыңғыр әйел бейнесі. Фильмдерде анасы бар балаларды көргенде қызғанып та қызғанатын. Көңілі жабырқаулы Азима балалар үйінен қашып кетуді жиі ойлайтын. Қасындағы өзі мұндас Зинаға бұл ойын айтқанда ол ыршып түсті. Азиманың бұл ойын бірден тәрбиешіге айтты. Тәрбиешілер содан бері бұл қызды көзден таса қылмады. Бұл ойынан ештеңе шықпасын білген кішкентай қыз тым ашушаң болып кетті. Бәріне Зинаны кінәлап, онымен жиі төбелесіп, тіпті шаш жұлысуға дейін баратын. Қыздың мұндай әрекеттері мен мінезін байқаған тәрбиешілер бірден Азиманы балалар психологына жазды. Психологпен жұмыс жасаған соң қыздың мінезі қайтадан өз қалпына түсті. Бірақ ішінде ешқашан көрмеген анасына деген реніші ұмытылмады. Азима суретті өте жақсы етіп салатын. Көрген бейнесін сол күйі айнытпай қағаз бетіне бірден түсіретін. Алғашқыда суреттерінің көп бөлігі бақытты отбасы, ана мен әке болатын. Ол суреттері алдамшы елес пен орындалмас арман болған соң екінші бақытты отбасын салмайтын болды. Тек әдемі қуыршақтар мен көйлектер салып жүрді. Қыздардан гөрі Азима ұлдармен тез тіл табысатын. Ұлдар сияқты киінгенді, ұлдар сияқты атысып, шабысып, төбелесіп ойнағанды ұнататын. Сөзге келіп қалған қарсыласынан өшін алмай қоймайтын. Балалар үйінің жылулығы бәрібір әр баланың өз отбасы мен туған үйіне жетпейтін. Көп ұзамай балалар үйіне бір бақуатты ерлі зайыптылар келді. Ұзақ жыл бала күткен отбасы ақыры балалар үйінен бір қыз асырап алуды жөн көрген. Сан балалардың ішінен таңдаулары Азимаға түскен. Барлық құжаттар дайын болған соң қызды өздерімен бірге үйлеріне алып кетті. Атанам болса екен деп өнінде де түсінде де армандайтын Азиманың ақыры тілегі орындалды. Балалар үйінен шыға, тынысы ашылып, ерекше көңіл күйде болды. Хан сарайындай зәулім үйге келгенде әр затқа таңдана қарап, өз бөлмесін көргенде тіптен қуанып, қыз төсегіне секіріп, қуанышын жасыра алмады. Азиманың сурет салатынын естіп білген ерлі зайыптылар барлық құралдарын да қыздары үшін дайындап қойған еді. Азима жаңа атанасын жақсы қабылдап, оларды мама, папа деп атады. Мұндай сөздерді алғаш рет естіген жұбайлар шын қуанды. Азимамен үйлеріне сән кіріп, сәуле енгендей. Қыздарын жақсы киіндіріп, ақылы мектепке берді. Зерек қыз оқуды да озат болып, ұстаздар көзіне көріне бастады. Таза оқыпты Азима көп ұзамай жақсы қыздармен танысып, құрбыларды тауып алды. Анасы Ләйла сабақтан тыс қызын сурет пен би үйірмесіне жаздырды. Байқауларда салған суреттері мен басты жүлдемен оралатын қыз ата-анасы үшін барын салатын. Олардың әр мақтауы шабыт пен бақыт сыйлайтын. Азима құтты қыз болып, Ләйланың 10 жылдан соң аяғы ауырлады. Бұл жаңалыққа сенерін де сенбесін де білмеген ерлі зайыптылар Азиманы бұрыннан да қатты жақсы көрді. Бауыры болатынына қыз да мәз. Өмірде жақсы адамдар жолығып, өзіне атана тапқан қыздың періште көңілі кіршіксіз таза еді. Өмірге келмеген бөпесінің суретін салып, отбасын толықтырды. Ләйла мен Болат керемет салынған суретке баға беріп, қыздарын мақтады. Ай күні жеткен Ләйла өмірге дені сау қыз алып келді. 62 тамырын балқытып, омырауын идіртіп, шыр етіп дүниеге келген нәресте қандай ыстық еді. Осы сәтті көп күткен ана
бөбегін құшағынан босатар емес. Алғаш рет әйел бақытын шын сезген Ләйла үшін бұл сезімді айтып жеткізу мүмкін емес еді. Азима анасы мен бөпесі үйге келгенше сағынада асыға күтті. Міне бақыт, Болат та 10 жыл күткен тұңғышын қуана қолына алды. Перзентханадан үйге жеткенше кішкентай қызын қолынан түсірмеді. Отбасын одан әрі бақытқа бөлесін деп, ата-анасы сәбидің есімін Бақыт қойды. Азима да бақытты ерекше жақсы көріп, оны қызық көрді. Ерлі-зайыптылар үлкені мен кішісін бөліп жармай, екеуіне де махаббат пен мейірімдерін берді. Болат Азиманы қара қызым, дара қызым деп әркез еркелететін. Кең үйдің сәні балалардың үнімен жарасып тұрды. Болаттың ата-анасы қалаға немерелеріне жиі келіп тұрды. Азима да ата-әжені тағатсыздана тосатын. Ауылдың құрты немереге қызық етін, құртты ақ кәмпит дейтін. Азиманың 12 жасқа толған туған күнін ата-анасы ойдағыдай жасап берді. Күндіз құрбылары келіп, кешкісін отбасымен мейрамханаға барған қыз сыйлыққа қарық болып, үйіне қуана оралды. Бақыттың да алғашқы тістері шығып, гуілдеп қылығымен үй ішін қызыққа толтырды. Баланың қылығы қандай тәтті де сүйкімді еді деп, әкесі Бақыттың мойнына отырғызып, ойнатудан еш жалықпайтын. Кей кезде Азима қызғанып та қалатын. Оны байқаған әкесі, менің қара қызым да сондай тәтті ғой, тұңғышына да көңіл бөлетін. Ата-ана жиналысына барған Ләйла қызы үшін үйге зор мақтанышпен оралды. Сынып жетекшісі Азиманың оқу үлгерімінде, тәртібінде, талантында асыра мақтап, анасын қуантты. Кешегі қара қыз бүгінде сүйкімді бой жеткен болып өсіп келеді. Мектеп бітіруге де таяу. Өзінің қалауы дизайнер. Ата-анасы қарсы болмады. Бақыт та балабақшаға барып жүр. Мектеп бітіру кешіне дайындық қызу жүруде. Ләйла қызы екеуі сәнді қымбат көйлектердің бірін алып, шаш үлгілерінде жасатты. Тарыдай болып мектеп табалдырығын аттаған балапан шәкірттер бүгінде таудай болып болашаққа қырандарша ұяларынан ұшуға дайын. Бәрінің жүрегінде толқыныс, жанарларында қимастық бар. Кішкентайынан зерек Азима мектепті қызыл белгімен бітіріп, ата-ана мен ұстаздарына мақтаныш сыйлады. Бәрі де керемет аяқталып, қызы мен анасы үйге керемет көңіл күймен оралды. Болат та жұмыстан келіп, Бақыт екеуі Азималарды күтіп отыр екен. Үйге кірген қызын құттықтап, әкесі мәз-мейрам. Демалысты пайдаланып, отбасы ауылға аттанып кетті. Атасы мен әжесі де немересін құттықтап, сыйлықтарын берді. Ауылдың ауасы мен табиғаты Азимаға қатты ұнады. Кішкентайынан жылқы малын ұнататын қыз, оған бірден үйренісіп, емін еркін ат үстінде отырып, қырды бір аралап қайтатын. Ауылдың жігіттері де Азиманың сұлулығына сұқтана сыртынан қызығып жүрді. Ауылда бір аптадай болған Болаттар қалаға таң атпай шығып кетті. Ата-анасы малын сойып, ауылдың құртмайын молынан салып жіберді. Болат пен Ләйләнің ендігі жоспары жақсы университет таңдап, Азиманы өзі қалаған оқуына түсіру. Азима өзі қалағандай жоғарғы оқу орнына грантқа түсті. Қуанышында шек болмады. Студенттік өмірге де төселіп, қатарларының алды болды. Қыздармен жиі концерт музейлерге барып тұрды. Осындай жерлерге баруды Азима құрбыларымен бірге әдетке айналдырған. Күн сенбі болған соң, қала орталығында үлкен сурет көрмесіне қыздар ерте баруды жөн көрді. Автобустан түскен құрбылар аялдамадан әрі қарай жаяу жүрді. Күн райы да жып-жылы, серуендеп жүруге өте қолайлы. Кенет әлде біреудің дауысы естілді. «Азимуша!» деп бірнеше рет қайталады. Қарсы алдынан бала күнгі құрбысы Зина шыға келіп, Азиманы бас салды.
Қыз түсінбей қалды. Көзі көк Зинаны кейіннен бірақ таныды. Тани сала Зинамен жылы амандасты. Балалар үйінен кеткен соң Зинаны бірінші рет кездейсоқ көруі осы. Бұрынғыдай қазақ тілінде жақсы сөйлеп тұр, өзі азғын, киімі де жүдеу. Балалар үйінен кейін жағдайын жақсарыпты, өзгеріп кетіпсің, құрбым. Жаңа атанан жақсы бағып қаққан сияқты. Сол жақтан қашып кеткенінде бәлкім бүйтіп жарқырап жүрместе едің. Мендер кезінде тәрбиешіге айтып сені тоқтатып едім, деп Зина онаша тұрғандай көңілге жат әңгімені Азиманың құрбыларының көзінше жайып салды. Әйкем мен Медина таңырқаған күйі Азимаға сұрақты жаудыра бастады. Бұл қызбен таныссыңдар ма? Сен балалар үйінде тәрбиеленгенсің бе не? Деп қос қыз қояр емес. Сонда барып Зина сүт ұрлап ішкен мысықтай төмен қарады. Азиманың қол аяқтары дірілдей, көзінен ыстық жас ытқып кетті. Өткен өмірі есіне түсіп, өтірігі ашылғандай сазара Зинаға қарады. Енді ғана бәрі жақсарып келе жатқанда, Зинаның әңгімесі жүрегін тас-талқан етті. Азима құрбыларына бәрі жақсы, кейін түсіндіремін, көрмеге бармаймыз, қайта беріңдер, деп Әйкен мен Мединаны қайтарып жіберді. Олар кете сала Азима Зинаға: соның бәрін айту міндетің бе сенің? Не істедің? Бәрін былықтырдың ғой сен, деп Азима жағасына жармаса Зинаны итеріп жіберді. Салмағы жеңіл Зина қамбақтай жалп ете қалды. Орнынан көтеріле үсті басын қағып: айтсам не болыпты? Жоқ әлде бәрі өтірік пе? Шындық қашанда ашы болады, соны біл, деп ашулана жөніне кетті. Азима таксимен үйіне зорға жетті. Жол бойы бүгінгі әңгіме түсім болсыншы. Қайдан ғана жолықты мынау ұсқынсыз, деп Зинаны одан сайын жек көрді. Қызының көңіл күйі жоқ екенін байқаған анасы не болғанын сұрады. Азима ашылып ештеңе дей алмады. Көрмеде аянышты сүйреттер көп екен, соған көңілім түсіп кетті, деп анасына алғаш рет өтірікті қалай айтқанын білмей қалды. Ләйла жаны қалмай, асын дайындап, көрме болған соң неше түрлі туындылар болады. Сен оны менен жақсы білесің ғой. Оған бола көңілінді түсірме, жарқыным, деп анасы қызына бәйек болды. Ләйланың жылы сөзін естіген сайын жанына батқан мұзды сөздер жібігендей болып, анасын құшақтаған қыздың көңілі одан әрі босап кетті. Сабаққа барған Азимаға бәрі жат көзімен қарағандай болды. 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге тарайды, дегендей құрбы деп сеніп жүрген Әйкен мен Медина бәріне естігендерін жайып салыпты. Жақсы араласатын достары да көкіректерін көтеріп, Азиманы менсінетін емес. Сабақ біткенше Азима ауыр ой үстінде болды. Расымен де өмірдің өзі өтірік пе? Жақын адамдар сатып, өтірік дос болған құрбылар ше? Деп іштей жүрегін ыза кернеді. Өзін су бетінде жалғыз қалғандай сезінген қыздың үлкен өмірден алғаш рет көңілі қалды. Бәрі теріс айналып кеткендей болғанда, Динара деген қыз Азиманы жарты жолда тастап кетпеді. Екеуі жақын араласпаса да, сүйреттің қыр-сырын бірге ақылдасып, бірге салатын. Байдың шолжан қыздарына тек арзан күлкімен өсек қажет екенін Азима енді түсінгендей болды. Динара қарапайым қыз болса да, ақылы мен достығы жоғары еді. Онаша қалған сәтінде Зинаның соңғы сөздері Азиманың құлағында жаңғырып тұрды. Шындық қашанда ашы, өтіріктің түбі бір күні ашылар, деген суық сөздерден денесі дүршігіп, қыз селк ете қалады. Бақыт та оқуға барып, мектеп табалдырығын аттады. Ерлі зайыптылар өмірге келетін кішкентай періштені күтіп жүр. Тағы да балалы болатындарына өздері дән риза. Азиманың соңғы кезде мінезі өзгеріп,
Тым ашушан болып жүр. Болмайтын нәрсеге ашуланып, жоқ жерден ұрыс шығара кететін әдет тапты. Анасының жүктілігін естігенде де аса қуана қоймады. Түс қайта сабақтан қайтқан Азима үйге кіре бере, анасының бақытты құшақтап ойнатып отырғанын жақтырмай қалды. Ішінде бір қызғаныш пайда болып, өз жанын өзі жегідей жеді. Қазір бақытты айналып толғануда, ертең тағы біреуін туса, мені мүлде ұмытатын шығар деп қабағын түйді. Асқа тәбеті болмай балконға шықты. Бұл жолы ұзақ ойланды. Расымен де туған ананың мейірімі құрсағын жарып шыққан нәресте үшін өзгеше шығар деп көзіне жас алды. Динара өте әзілқой қыз. Оның қасында Азима қажетсіз ойлар ойлауға уақыт таппайды. Бүгін де сол әдетімен сабақтан қайтып бара жатып, Азиманы күлкіге қарық қылды. Сәл де болса, құрбысының көңілі көтеріліп қалды. Динара жаны жайсан, нағыз құрбы. Еш адамға арамдығы жоқ. Сабақтан жақсы көңіл күймен оралған қызы түскі асын ішіп, анасына үй шаруасына көмектесті. Сабақ оқуға бөлмесіне кірді. Әрі-бері ғаламторды ақтарды. Бейтаныс біреу достық ұсыныпты. Қыз бейтаныс адамның парақшасына бірден үнілді. Тиктокер сияқты көптеген видео, вайындары бар екен. Азима жауап ретінде оның достығын қабылдады. Артынша, сәлем, қуаныштымын, достықты қабылдағаныңызға, деп бір ауыз хабарлама келді. Осылай ғаламторда бірнеше сағат отырған Азима ақыры жігітпен танысты. Есімі Жомарт екен. Екеуінің достығы жарасып, бір-бірімен телефон номерін алмасты. Ләйла өмірге шекесі торсықтай ұла келді. Болат достарына ұлының қуанышын жуып, әбден тойлады. Азиманың қызғанышы ұлғайып, атанасын бұрыннан бетер кішкентай інісінен де бақыттан да қызғанып жүрді. Бұл қылығына кейде өзі де түсінбей қалады. Қанша бұл ойдан арылайын десе де арыла алмады. Ләйла да Азиманы есейген сон бұрынғыдай еркелетуді қойған, бірақ бөліп жармады. Жомарт екеуінің достығы сезімге ұласып, екеуі қыз-жігіт болып жүре бастады. Жомарт үйдің кенжесі, атанасы ауылда екенін, өзінің алдында бір әпке, бір ағасы бар екенін айтып, отбасын атап таныстырды. Азима оларды көрмесе де, көргендей болып жымиып қойды. Сүйреттегі ағасы Жомарттың өзіне ұқсайды екен. Кішкентай інісінің омыраумен тамақтанып жатқанын көрген Азиманың көңілі тағы босап. Мен сен сияқты ана сүтімен де қоректенбедім-ау, сен расымен де бақыттысың, деп әміреге телміре қарап отырды. Ләйла да тәтті періштесін бауырына басып, еміреніп қояды. Бұл ана мен баланың бақытты сәттерінің бірі. Кеше оқуға түскен түлектер бүгін универді бітіріп, қолдарына диплом алды. Азима да қуанып, қолына дипломын алды. Жомарт та қатты қуанып, Азиманы құттықтады. Осы қуанышты атап өтуге сүйіктісін кешкі асқа бір әдемі жерге шақырды. Мекен жайды жіберіп, тосын сыйы барын қуана айтты. Орталықтағы мекен жайға Азима уақытында жетті. Кішігірім мейрамхана екен. Жанға жайлы музыка ойнап тұр. Тек екеуі ас мәзірде дастарханға жайлап келуде. Жомарт романтикалық кешті Азима үшін арнайы ұйымдастырған еді. Романтикалық кешке Азима шын риза еді. Жомарттың осыншалық өзіне көңіл бөлгені жанын жадыратып, жүрегін жылытты. Мейрамханадан соң жігіті Азиманы өз пәтеріне шай ішуге шақырды. Азима тым кеш болып кеткенін айтып, барғысы келмегенімен Жомарт ақыры көндірді. Анасына қоңырау шалып, Динараның үйіндемін, деп алаңдамауын ескерді. Жомарттың пәтері де ерекше екен, іші толған картиналар. Азима бұл көрініске музейде жүргендей таң-тамаша болды. Жомарт Азиманы қонақ бөлмеге кіргізіп, қолына фотоальбом беріп, өзі ас үйге кетті.
Барлық бөлмелердің дизайны шетелдік стильмен жасалыпты. Азимаға пәтер өте ұнады. Жомарт ас үйге келіп, дастарханға қоятын заттарын дайындады. Жоғарғы сөреден алма шырыны мен таза жүзім шарабын қосып, қонақ бөлмеге алып барды. Үстел үстіне шағын дастархан жасады. Әуелі шарапты ашып, 2 бокалға теңдей құйды. Азима шарапты көріп ыршып түсті. Жомартқа ешқашан шарап ішпегенін және ішпейтінін айтып бас тартты. Жомарт сезімге толы сөзін қайталап, өз қолымен қызға шарапты ұсына. Азима, онда тұрған не бар? Сен оқуды аяқтап, диплом алдың. Бұған қуану керек. Мен сені жанымдай жақсы көрем. Екеуміз шаңырақ көтерер күнде алыс емес, деп ағынан жарылды. Азима не дерін білмей, ақыры шараптан аздап ұрттады. Әңгіме жарасып, жастар көнілді. Қыздың бойына барған шарап, буындарын босатып, көңілін одан сайын жадыратты. Біраз уақыттан соң көңілі босаған Азима Жомартқа бақытсыз балалық шағын айтып, өзінің асыранды қыз екенін де жасырмады. Жомарт естіген жаңалығына таңданса да, қызға білдіртпей, оны жұбата бастады. Ішінен, сенің де өмірінің бір бөлігі өтіріктен құралған екен ғой, деп қызды аяпта кетті. Азиманы құшағына басып, қыздың нәзік денесіне қолы тигенде, тоқ ұрғандай Жомарттың жүрегі дүрсілдей жөнелді. Тағы да аздап шарап құйып, Азиманы тұңғиық ойлардан шығара бастады. Қыз енді көңілденіп, айтқан әңгімесін ұмытқандай болды. Қасында отырған Жомарттың құшағына еніп, сезімге ерік берді. Жас қыздың ыстық тәнін өртеп, Жомарттың нәпсісін оятып, ләззатқа бөлеп, таңды да атырған еді. Басы меңзем болып оянған Азима жан-жағына қарап, орнынан атып тұрды. Жомарт ас үйде әлдекіммен сыбырласып телефонмен сөйлесіп жатты. Су ішуге ас үйге келе жатқан Азима кездейсоқ әңгіменің куәсі болып, есінен танып қала жаздады. Жомарт расымен де отбасылы ма? Мүмкін емес, деп басы айнала жерге отыра кетті. Өзін сүйемін деп өлердей болып жүрген жігіті әйелімен сөйлесіп жатты. Әйеліне айтқан сөздері Азиманың құлағында жаңғырып тұрды. Жұмыста аяқталып қалды. Жалақымды алып жақында ораламын. Мен де сендерді сағындым. Қызымның бетінен сүйіп қой жаным, деп тұтқаны қойды. Әңгіменің куәсі болған Азима Жомартқа шошына қарап, сен расымен де отбасылысың ба? Деп дірілдей үн қатты. Жомарт бәрі осы жерде бітсін дегендей, басын қасып, не дерін білмей, ақыры әңгімесін бастап кетті. Я, отбасылымын. Бір ұлым, бір қызым, жалғыз әйелім бар. Сен басында ұнап қалдың. Содан не десем де көніп, ақыры құшағыма өзің құладың. Мінезін жеңіл екен деп, Азиманың өзін қаралап, өзіне шаң жуытпады. Көзі жасқа толып, тез киініп, намысына тиген сөздерден құлағы бітеліп, пәтерден шыға жөнелді. Өзі кім, қайда барады, еш түсінбеді. Далаға шыға қолдары дірілдей, Динараға қоңырау соғып, өзін алып кетуді сұрап, мекен жайды айтты. Азиманың даусынан шошыған құрбысы бірден жетті. Естіген жаңалыққа есеңгіреп, құрбысын өз үйіне апарды. Суға түсіріп, ыстық шай берді. Азима өзін-өзі тоқпақтай тағы өтірік, тағы да алдау, бұл бітпейтін өтірік менің қасіретім деп күйіне жылады. Азиманың қасіреті жүрегіне үлкен жара болды. Әрі қарай не істеп не қоярын Азима әзірге білмейді. Кейіпкерге жанының жарасын жазуға уақыт керек сынды. Азима тым сенгіш болып, Жомартқа бірден сенді. Отбасылы еркекпен байланысып, ақыры абыройынан айырылды. Кейіпкердің айтқысы келгені, болашақта жас қыздар мұндай қателікке ұрынбаса екен деп, басынан өткенін баяндады. Әрі қарай не болары уақыт еншісінде. Құрметті тыңдарман, қазақша арнамның дамуына қолдау көрсетіп, лүпіл мен қоңыраушаны басып тіркеліп,
пікір қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Келесі шығарылым тек қана сіздер үшін.